Централия, Пенсильвания штатындағы басқа елді мекендерден айтарлықтай ерекшеленбейтін провинциялық қала. Әзірге өлімге әкелетін қайтымсыз салдарға келген жоқ. Біз қаланың неліктен тұтана бастағанын және оның Silent Hill қорқынышты ойынның прототипіне қалай айналғанын айтамыз. Досым, арнаға жазылуды, лайк пен пікір қалдыруды ұмытпа. Американың Централия қаласы бар. Бұл қала апатты фильм түсіру үшін арнайы жасалған сияқты. Шұңғырлы асфальт, қираған траншейлерға ұқсайтын жолдар, түтін, қирандылар, күйдірілген жер және өлімге жақын тыныштық. Елестету қиын, бірақ 60 жыл бұрын бұл елді мекен қарқынды дамып келе жатқан болашағы зор қала болды. Әңгіме 19 ғасырдың ортасында басталады. 1841 жылы мұнда шағын бұқа басы тавернасы ашылды. Сәл кейінірек мұнда антрацит көмір кен орындары ашылды. Ал 1866 жылы тау кен өндірісімен айналысатын елді